Мен Қазақстанға жекпе-жекке ұшатыныма қуаныштымын. Қарсыласым Kairat Akhmetov. Triple C Қазақстанға келеді. Алаш Прайд турнирына. Иә, достар, Алджимейн Стерлинг біздің Қайрат Ахметов пен грэпплинг бойынша жекпе-жек тартысына түседі. 27 мамырда. Одан алдын біздің Қайрат Генри Сехудамен шығу керек болатын. Бірақ Генри Сехуда қоянның суретін салып кетті. Барлығын тізбектеп айтып беремін. Сіздермен бірге Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Барша ММА сүйер қазақ қауымына сәлем. Менің есімім Алджимейн Стерлинг. Мен Қазақстанға жекпе-жекке ұшатыныма қуаныштымын. Қарсыласым Kairat Akhmetov. Бұл қызық жекпе-жек болады. Сабмишнмен жеңетініме сенімдімін. Иншалла. Иншалла деп дастарханда екі арақ тұрғаны қалай кетті? Бұл екі арақты Стерлингтің өзі сатып жүр. Арақ ішкенше менің достарым Мостан 140 мың теңге алып қал. Алғашқы бәске 140 мың теңгеге дейін беріп жатыр. Бұл халықаралық лицензиясы бар ресми компания. Ең жоғарғы коэффициенттер мен жылдам төлемдер. ММАдан басқа көптеген спорттық оқиғалар бар. Сенімді компания 2009 жылдан бері нарықта істеп жүр. Барлық сілтемелер менің телеграм арнамда. Тезірек кіріп жеңісіңді баста, досым. Бұл қызық жекпе-жек болады. Сабмишнмен жеңетініме сенімдімін. Иншалла. Кездескенше, достар. Жіберіп алмаңдар. Ал бұдан бұрын біздің Ахметов Қайратпен шығу керек болған Генри Сехудо енді бұл турнирге құр қонақ болып келетін болды. Неден қорқып қалды екен? Барша ММА сүйер қазақ бауырлар мен қарындастарға сәлем. Бұл Triple C. Олимпиада чемпионы, ең жеңіл салмақ чемпионы, бантамдық салмақ чемпионы әлем бойынша. Triple C Қазақстанға келеді. Алаш Прайд турнирына. Сендер де келіңдер, себебі Triple C келе жатыр. Мен қазақпын. Мен өз халқым үшін күресетін жауынгермін. Я, енді біздің Қайрат Ахметов пен Алджимейн Стерлингтің жекпе-жегі жайлы айтайық. Егер жекпе-жек жерде өтсе, Стерлингтің бастамасы басым болуы мүмкін. Алайда Қайраттың тәжірибесі мен мықты физикалық дайындығы оған қарсы тұруға мүмкіндік береді. Жеңіс кішігірім детальдарға байланысты шешілуі мүмкін. Тең деңгейдегі айқас күтілуде, бірақ өз жерінде Қайраттың мотивациясы өте жоғары. Менің ойымша 50-50. Ал сіздер не ойлайсыздар? Комментарияға кім жеңетіні және қалай жеңетіні жайлы жазып кетіңіздер. Барлығын оқимын. Сіздермен болған Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош аман, сау болыңыздар.